Так, ары қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін настроение жоқ, Абылай тағы да. Нормально. Нормально ма? Конечно. Сұхбатшымыздың қонағы болып отыр. Нормально все? Бәрі керемет қой. Кеше тағы да естеріңізге сала кетейік, Инстаграм банға кеткен болатын. Енді енді ашамыз, бұйырса. Бұйырса ашамыз. Бүгінгі біздің тақырып алғашқы бала махаббат туралы. Сіз өзіңіз әлі негізі баласыз ғой, былай Алғашқы есіңізде ма? Бұл деген бір андай посыл емес па? Андай маған бір сондай болып көрініп тұр көзіме. Жоқ, енді барды деп айту керек қой. Мен просто горжусь тем, что мен сондай ер азаматқа ғашық болғанмын. Ол кісі қайда қазір енді? Өмір сүріп жүрген шығар. Где-то обитает десеңші. Әдемі. Енді ол кісіні, сол кісі ғана қазір көріп тұр, өзін біліп тұр, танып тұр да? Жоқ, есін көріп. Нұрсұлтан, сәлем. Сенің отбасында өзіңмен қарым-қатынасың қандай отбасыңмен бірге? Негізінен өзімнің отбасымның қарым-қатынасым жақсы десімде болады. Кейде бір ренішітер болып қалады, кейде бір андай енді. Переходной возрастың бала өскен кезде мен өзім ерте кеттім ғой шетелге, мен көп расалбом болдым барған кезінде. Мектеп кездегі ма? Мектеп кездегі енді болды ғой, конечно. Бірақ ол безответный махаббат болды. Безответ? Қалай саған безответный махаббат болады? Айтыңызшы. Жақсы көремін, короче. Жақсы көремін оны. Не болады, День Валентина болады. Кезде мен полный пакет сладость апарамын оған. Ол брат рахмет деп алады, үйіне кетеді. И потом бір-екі аптадан кейін басқа жерде сөйлесіп кетеді ғой. 6 сыныпта. Ең классасымен жүріп кетеді, короче. А мен оған фанерадан атын жазып, жүрек қойып берем оған, сонда да қабылдап. Қазір ата-ана қадірі, ата-ана тақырыбы жатырғанымызда айтқым келеді, ата-анамыз бар кезде бара алайық, бар кезде оның қадіріне жетсек, ертең кеткен кезде артынан осындай адаммен жақсы адаммен келгенде есіл айтқым келеді. Сондықтан ата-анамызға деген өтпелігін жіберейік. Тұрған жоқ па білмеймін, бірақ мен өзім үшін бір как гордость ретінде айтамын да, что бір жағынан қуанамын, что сондай адамдар бар екен. Әдемі. Негізі көп қыздар бывшылар туралы бүйтіп айта бермейді. Мен ешқандай бывшийімді жаман деп айтамаймын, бірақ кейбір қарым-қатынаста бір отношениялері қатты қызғанып кеткен кездері болмаса, былай мен лучшийлармен жүргенмін. Әдемі. Негізі Шолпан ханым всегда естіп мақтап жүреді. Это очень хорошее качество, достар. Түсінікті.